Now I'm going solo. You got me I've been with you from this till dawn. Baby, I'm right here. I love you when things go wrong. Алдымен 300 грамм жылы су. Оған біз 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық дрожжи қосамыз және 2 ас қасық ұн. Осыны араластырып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Енді 15 минуттан кейін сұйық майдың жарты кесесін құямыз және жеткілікті ұн, яғни қамыр илеуге болатындай ұнын себеміз, араластырамыз. Және де дайын болған қамырды тағы да жылы жерге 35-40 минутқа қоямыз. Енді дайын қамырымызды аламыз да табаны майлаймыз және қамырды екіге бөлеміз. Себебі бізде 2 пицца болатын болады. Осылай қолмен әдемілеп шығамыз. Енді сізге керек ингредиенттер бұл сіздің өзіңіздің көзқарасыңызға байланысты. Соусқа кетчуп пен майонезді қолдандым. Қызанақ, шұжықты кесіп, соус дайын қамырымыздың үстіне жағамыз. Туралғандарды саламыз. Пешке 20 минутқа 180 градуста қоямыз. 20 минуттан кейін пештен алып, бетіне ірімшікті теркадан өткізуге болады, немесе шұқа тілімдерін қоюға болады. Және укропты да қоссаңыз болады. Енді осыны 5 минутқа 180 градуста пешке қоямыз. Біздің дәмді пиццамыз дайын болды. Йогуртты миксті жасау үшін бізге печенье керек болады, банан, және шоколад. Мен осында йогуртты қолдандым. Сіздер биос, немесе тағы да басқа йогурттың түрлерін қолдансаңыздар болады. Енді осының үстін біз бағанағы дайындап қойған нәрселерімізбен әсемдейтін боламыз. Мен әдем бол үшін бетіне осындай посыпка себейін деп шештім. Бұл тосты жасау үшін алдымен тостерге нанды саламыз.
бананды тураймыз. Тостымызды алып, оның бетіне крем, сармай немесе қаймақ, өзіңіз қалауыңыз. Мен осының алдында торт жасаған болатым, содан менде крем артылып қалды. Мен соны жағайын деп шештім. Достар, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Енді бәрі оңай, бетіне турағандарымызды, дайындағандарымызды саламыз. Өте дәмді және пайдалы. Ал достар, менің видеом осымен аяқталды. Егер бұл видеоны лайк басып, комментарий өзіңіз қалдырып кетуді ұмытпаңыздар, және ең бастысы менің каналыма тіркеліңіздер.